Бейнебаянды бастамас бұрын айта кетейін. Каналға аз ғана адам жетпей тұр. Подписка басып кетсеңіздер, разы боламын. Бұл оқиға шын өмірден алынған. Жүрегіңізді тебірентетін, ойландыратын шынайы әңгімелерді осы видеодан тамашалаңыз. Көктемнің басы еді. Ауылдың үстінен соққан салқын жел әлде қыстың иісін алып жүргендей. Таңертеңгі күн жаңа ғана көтеріліп келе жатқан. Ауыл көшелері әдеттегідей тыныш. Тек анда-санда иттердің үргені мен тауықтардың қыт-қыттағаны ғана естіледі. Айдана үйінің ауласында жалғыз тұрды. Қолында ауыр қап, ішінде көмір. Қыс біткенімен кешке үй әлі салқын тартады. Сондықтан пешті анда-санда жағып қою керек. Күйеуі Ержан 3 ай бұрын вахтаға кеткен. Батыс жақтағы мұнай компаниясында жұмыс істейді. 1-2 айда келем деген, бірақ ол жақтағы жұмыс созылып кеткен сияқты. Соңғы кезде телефонға да сирек хабарласады. Айдана күрсініп қойды. Бәрін өзім істейтін болдым ғой, деп күбірледі. Ол қапты көтермек болып еді, орнынан қозғала қоймады. Тағы бір рет күш салды, бірақ ауыр. Белі шым ете қалды. Сол кезде сырт жақтан ер адамның дауысы естілді. Қызым, көмектесейін бе? Айдана жалт қарады. Қақпаның жанында көршісі Нұрлан аға тұр екен. Жасы 50-лердің соңында, бойы ұзын, шашы ағара бастаған. Ауылда көптен бері тұратын адам. Мінезі сабырлы, көп сөйлемейтін. Жоқ аға, өзім, деді Айдана сәл қысылып. Әрине өзің істейсің, бірақ беліңді ауыртып не керек? Деп күлімсіреп қақпадан кірді. Ол бір қолмен қапты оңай көтеріп алды. Айдана таңырқап қарап қалды. Пеш қай жақта? Анау, сарайдың ішінде. Нұрлан аға қапты апарып пештің жанына қойды. Қолын қағып сыртқа шықты. Міне, бітті. Рахмет сізге, деді Айдана. Рахмет айтпа, көршіміз ғой. Айдана басын изеді. Осы кезде ауладан 2 бала жүгіріп шықты. Мама! Деп айқайлады кішкентай қызы. Сабаққа дайынсыңдар ма? Деп сұрады Айдана. Иә, Нұрлан аға балаларға қарап жымиып қойды. Әкелер келмеді ме әлі? Жоқ, жұмыста. Қиын екен, жалғыз бәрін үлгеру. Айдана ештеңе демеді, тек иығын көтеріп қойды. Шынында да қиын еді. Ержан кеткеннен бері үйдегі барлық жұмыс соның мойнында. Балалардың сабағы, тамақ, үй шаруасы. Кейде шаршап кетеді, бірақ ешкімге айтпайды. Егер бірдеңе керек болса айта бер, мен үйдемін көбіне, деді Нұрлан аға. Жарайды, ол кетейін деп бұрылды. Аға, Нұрлан аға тоқтап қарады. Рахмет, ештеңе етпейді. Ол күлімсіреп шығып кетті. Айдана біраз уақыт қақпа жаққа қарап тұрды. Кешке қарай аспан бұлттанып кетті. Жел күшейіп, ауылдың үстіне қараңғы ерте түсті. Айдана балаларға тамақ беріп болған соң ас үйде отырды. Телефонын қолын алды. Ержанға жазды. Қалайсың? Жауап жоқ. 1 сағат өтті. Тағы жазды. Балалар сені сағынды. Тағы жауап болмады. Айдана телефонды үстелге қойды. Жұмыстан қолы тимей жүрген шығар, деп өзін жұбатты. Сол кезде жарық бір жыбылықтап сөніп қалды. Ойбай, үй қараңғы болып кетті. Балалар бөлмеден айқайлады. Мама! Қорықпаңдар. Айдана шам іздеп жүріп сыртқа шықты. Көшеде де жарық жоқ. Трансформатор тағы өшкен бе? Ол не істерін білмей тұрғанда көрші үйдің қақпасы ашылды. Айдана! Нұрлан ағаның дауысы. Жарық кетті ме? Иә, күте тұр. Бірнеше минуттан кейін ол қолында фонарикпен келді. Үйіңе қарайық. Екеуі үйге кірді. Нұрлан аға қалқанды ашып қарап шықты. Сақтандырғыш күйіп кеткен. Оны қалай ауыстырады? Қазір. Ол қалтасынан кішкентай құрал шығарып бірдеңелерді бұрап жатты. Бір сәттен кейін жарық қайта жанды. Балалар қуанып кетті. Жарық келді! Айдана да жеңіл дем алды. Аға, тағы да рахмет. Рахметті көп айтасың екен. Ол күліп қойды. Ас үйдің үстінде жаңа демделген шай тұр еді. Нұрлан аға кетейін деп тұрған. Айдана ойланып қалды да. Аға, шай ішіп кетесіз бе? Ол сәл тоқтады. Кедергі болмайын ба? Жоқ. Екеуі үстелге отырды. Сыртта жел гуілдеп тұр.
Үйдің ішінде жылы жарық. Алғашында үнсіз отырды. Сосын Нұрлан аға сұрады. Ержан қанша уақытқа кеткен? Білмеймін, жұмыстары созылып жатыр. Қиын екен. Айдана басын изеді. Кейде үй тым-тыныш болып кетеді, деді ол жай ғана. Нұрлан аға оған бір сәт қарап отырды. Жалғыздық оңай емес. Айдана бұл сөзге жауап бере алмады. Сол кеште олар ұзақ сөйлесті. Өмір туралы, ауыл туралы, балалар туралы. Уақыттың қалай өткенін байқамай қалды. Түн ортасы болып кеткенде Нұрлан аға орнынан тұрды. Мен кетейін. Айдана оны есікке дейін шығарып салды. Қақпаның жанында ол бұрылып. Бірдеңе керек болса, тартынба, айта бер, деді. Жарайды. Ол кетіп қалды. Айдана аулада біраз тұрды. Жел баяу соғып тұр. Үйге кіріп бара жатып ол ойланды. Бүгінгі кеш әдеттегіден өзгеше өтті. Ал бұл тек бастамас екенін. Айдана ол кезде әлі білмейтін. Сол кештен кейін Айдананың өмірі бұрынғыдай жалғаса берді. Таңертең балаларды мектепке дайындайды, үй жинайды, тамақ пісіреді. Ауылдағы күндер бір-біріне ұқсас өтеді. Бірақ бір нәрсе өзгерген еді. Енді кейде ол аулаға шыққанда көрші үйдің жағына еріксіз көз тастайтын болды. Нұрлан ағаның үйі дәл қасында. Қоршаудың ар жағында ғана. Бұрын ол үйге мән бермейтін. Қарапайым көрші ретінде ғана білетін. Ал қазір бірдеңе өзгергендей. Бір апта өтті. Күн жылынып, көктемнің иісі сезіле бастады. Ауыл көшелері батпақ. Балалар мектептен келгенде аяқтары лай болып келеді. Сол күні түсте Айдана кір жуып жатқан. Аулада жіпке киім іліп тұрғанда сырттан дауыс шықты. Айдана! Ол басын көтерді. Қоршаудың ар жағында Нұрлан аға тұр. Я аға? Су құбырын дұрыс ағып тұр ма? Білмеймін, не болды? Біздің жақта қысым азайып кетті. Мүмкін ортақ құбырда мәселе бар. Айдана иығын көтерді. Мен қарамадым. Көрейін бе? Жарайды. Нұрлан аға аулаға кіріп, су кранын тексеріп көрді. Бірнеше минут бірдеңелерді қарап тұрды. Я, қысым аз екен. Қауіпті емес пе? Жоқ, жай ғана құбырды тазалау керек. Ол еңкейіп жұмыс істеп жатқанда Айдана байқап тұрды. Жасы 58-де болса да қимылы ширақ. Иығы кең. Қолдары да әлі күшті. Бір сәтке Айдана ойланып қалды. Ержан да бұрын осылай көмектесетін. Осы ой келгенде жүрегі сәл шым ете қалды. Жарты сағаттан кейін су қайтадан жақсаға бастады. Міне, болды. Рахмет сізге. Тағы рахмет. Айдана күліп жіберді. Неге күлесің? Сіз әр келген сайын бір жұмыс істеп кетесіз. Көрші болғасын солай ғой. Ол кетейін деп еді. Айдана тағы да тоқтатты. Аға. Я? Шай ішіп кетіңіз. Нұрлан аға сәл ойланып қалды. Уақытымды алмаймын ба? Жоқ. Екеуі тағы да ас үйге кірді. Балалар мектепте. Үй тыныш. Айдана шай құйып берді. Жалғыз отыру жалықтырмай ма? Деп сұрады Нұрлан аға. Айдана күрсінді. Кейде жалықтырады. Ержан жиі хабарласа ма? Соңғы кезде жоқ. Жұмыс қой. Иә. Бірақ Айдананың даусынан мұң сезілді. Бір сәт үнсіздік орнады. Сосын Нұрлан аға баяу сөйледі. Мен де бір кезде осылай жалғыз қалғанмын. Айдана таңырқап қарады. Қалай? Әйелім 7 жыл бұрын қайтыс болды. Айдана үндемей қалды. Содан бері үй бос. Ол шайын жайлап ішіп отырды. Балаларыңыз бар ма? Бір ұл бар, қалада тұрады, сирек келеді. Айдана басын изеді. Екеуі бір-бірінің жалғыздығын түсінгендей болды. Кешке қарай балалар үйге келді. Нұрлан аға кетіп қалды. Айдана кешкі ас дайындап жүріп, тағы да телефонды қарады. Ержаннан хабар жоқ. Ол қайтадан жазды. Қалайсың? Біраз уақыттан кейін жауап келді. Жақсы, жұмыс көп. Айдана тағы жазды. Қашан келесің? Жауап біраздан кейін келді. Әлі белгісіз. Бар болғаны осы. Айдана телефонды жайлап үстелге қойды. Ішінде бір түрлі бос сезім пайда болды. Сол кезде есіне күндізгі әңгіме түсті. Нұрлан ағаның сабырлы дауысы, оның әңгімелері, үйдегі тыныштықты бөліскендей болғаны. Айдана өзін бір түрлі сезінді. Не ойлап отырмын мен? Деп